Сәлеметсіздер ме? Сіздерге бүгін мен балаларға эйфулинді қалай қою керектігін көрсететін боламын. Ол үшін бізге осындай бинт қажет болады. Электрофорез, шприц және де жылы су қажет болады. Ең алдымен видеоның соңына дейін көрмей тұрып, сіздер маған тіркеле кетіңіздер және де лайк қоя отырыңыздар. Ең алдымен біз эйфулинді не үшін қолданамыз, Ең бірінші біз невропатологқа барамыз балаларымыз бір ай кезінде. Сол кезде полный балаларымызды невропатолог көрген соң, бізге өздері диагноз қойып айтады, Диагноз болатын болса, диагноз бар дейді, диагноз жоқ дейтін болса, жоқ дейді. Невропатологтың назначениесі арқылы жұмыс жасаймыз. Ешқандай өзімізден өзіміз диагноз қойып, бұны эйфулинді қолдана алмаймыз. Тек қана невропатологтың кеңесі арқылы біз қолданамыз. Ең бірінші бізге осылай эйфулинді шприцпен тартып аламыз. Осылайнан жылы суға салып қойған бинтімізді алып, екіге бөліп, оны осылай эйфулинді бір бинтке ғана құямыз, екінші бинтке құймаймыз. Мұны осылайнан қойып аламыз, біреуіне ғана құйып, және де біз қазір бүгін оң иығына, оң мойнына қоятын болсақ, ертең екінші күні сол иығына солайынан екеуін ауыстырып қоя отырамыз.